Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай дәмді, тез дайын болатын әрі жұмсақ панкейктің рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті заттар: сүт, жұмыртқа, сұйық май, қант, ұн және қопсытқыш керек болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны ажыратып, ағы мен сарысын бөліп аламыз. Сосын жұмыртқаның ағын қант қоспай тек өзін ғана миксермен жақсылап көпіртіп араластырып аламыз. Сосын жұмыртқаның сарысына қантты қосып, миксермен жақсылап көпіртіп араластырып аламыз. Панкейктің әдемі көтеріліп пісуінің бірден бір себебі осы жұмыртқаны жақсылап көпіртіп алуымыз миксермен. Одан соң сүтімізді, сұйық майымызды қосып араластырамыз. ұн мен қопсытқышты араластырып, ұнды да салып, бәрін біркелкі масса болғанша миксермен араластырамыз. Мінекей, бізде 2 түрлі масса шықты. Енді осы екеуін бір-бірімен араластырып аламыз. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бізде осындай консистенция шығу керек. Енді қызып тұрған табамызға 1-1,5 қасықтан салып пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Осылай бетінде көпіршіктер пайда бола бастағанда екінші жағына аударамыз. Табамызға ешқандай май жақпаймыз. Табамыз құрғақ, таза болу керек. Ешқандай да асты жабыспай, әдемі болып піседі. Үстінде осылай көпіршіктер пайда бола бастағанда екінші жағына қарай аударамыз. Мінекей достар, біздің панкейкіміз дайын болды. Таңғы асқа өте дәмді болады деп ойлаймын. Видео ұнаса, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.